Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Берел қорғандары. Оқушылар, бүгін екінші сабағын өтеміз. Естеріңізде болса, өткен сабақта мен сіздерге айтқан едім, 2 сағатқа берілгенін. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Берел қорымынан табылған олжалар сақтардың мәдениетін қалай сипаттайды? Оқушылар, сабақтың мақсаты Берел қорымындағы жәдігерлер арқылы сақтардың қолданбалы өнерінің ерекшеліктеріне сипаттама беру, ежелгі тайпалардың дүниетанымымен танысу. Оқушылар ең алдымен білім сайтын пайдаланып, Берел қорғандарына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Берел қорымы сақ дәуірінен қалған тарихи ескерткіш. Қорым Шығыс Қазақстан облысы Қатон-Қарағай ауданындағы Бұқтырма өзенінің оң жағалауындағы Берел ауылынан оңтүстік батысқа қарай 7-8 шақырым жерде орналасқан. Ресей ғалымы Вильгельм Радлов 1865 жылы Берел ескерткіштеріне алғаш рет зерттеу жүргізіп, осы аумақтағы ең алып нысан үлкен Берел қорымын ашқан болатын. Вильгельм Радлов ұлты неміс, белгілі ресейлік шығыстанушы, түрколог, этнограф, археолог және ұстаз. Радлов зерттеуінен 100 жылдан кейін Берел қорымына Ресей мемлекеттік Эрмитажы ұйымдастырған экспедицияны археолог Сергей Сорокиннің басшылығымен археологиялық қазба жұмыстарын жүргізеді. Одан кейін Берел ескерткіштерін зерттеумен қазақстандық ғалым Зейнолла Самашев айналысқан. Зейнолла Самашев археолог, тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасының ғылымына еңбегі сіңген қайраткер, жалпыұлттық тәуелсіз платиналы тарлан сыйлығының иегері, Германия археологиялық институтының корреспондент мүшесі. 1998 жылдан бастап Әлкей Марғұлан атындағы археологиялық институтының Шығыс Қазақстандағы халықаралық экспедициясын басқарды. Шығыс Қазақстандағы ерте темір дәуірінің біздің заманымыздан бұрынғы 5-4 ғасырлар аралығын қамтитын кезеңін Берел кезеңі деп атаймыз. Бұл кезең Қатон-Қарағай ауданындағы Берел қорымына байланысты осындай атауға ие болған. Қорымнан 40-тан астам оба табылды. Ең үлкен обаның биіктігі 9 метр, диаметрі 20 метр. Қабір іші қарағаймен шегенделген, мәйіт астау саркофагқа салынып жерленген. Саркофагтың сырты қайыңмен қапталған, ал астаудың қақпағы ғажайып құстардың 4 қола мүсінімен безендірілген. Сонымен қатар, қабірден әбзелдері алтынмен қапталған 16 аттың қаңқасы шықты. 1998-1999 жылдары археолог Зейнолла Самашев жүргізген қазба жұмыстарының нәтижесінде нөмірі 11-ші оба зерттелді. Ғалымдардың болжамынша, астау табыттағы ер адам мен егделеу әйелдің жерленген уақыты біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырға жатады. Олардың киімдері інжу моншақ, алтын жапырақшалармен әшекейленген. Берел қорымындағы қабірден адаммен бірге құрбандыққа шалынған 13 жирен жылқының қаңқасы табылды. Берел мәдениетінің тағы бір ерекшелігі жайпақ түпті қыш ыдыстардың таралуы болған. Берел кезеңінің соңында қола ауыздықтардың орнына шығыршықты темір ауыздықтар келді. Қысқа ақинақ қанжарлар мен пышақтар да темірден жасалды. Мыңжылдықтар тарихын арқалаған Берел қорымы Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындарының қатарына енген қасиетті мекен. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Егер конспектті оқып болсаңыздар, тапсырмамызды орындайық. Тапсырма оқушылар кестені толтыру керексіздер. Бірінші, Берелді зерттеген археолог ғалым. Екінші, Берел қорымы қай жылдары табылды? Үшінші, Берел қорымы табылған оба нөмірі. Төртінші, Берел қорымы қай ғасырларға жатады?
бесінші берел қорымы табылған елді мекен, алтыншы берел қорымынан не табылды, жетінші берел қорымынан табылған обалар саны. Егер оқушылар сіздер мұқият бейнематериал көріп конспектті оқысаңыздар, міндетті түрде осы тапсырманы орындай аласыздар. Оқушылар, кестені толтырып болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.